Сәуле Досжан, ауылдан шыққан миллионер. Өз басын кепілге қойып басталған бизнес. Иә, кездейсоқ ештеңе болмайды. Өз басын кепілдікке қойып басталған Исламбектің өміріндегі үлкен өзгеріс ойда жоқта басталды. Арманы Алатаудай, қиялы Каспий теңізінде болып жүргенде, мединститутта бірге оқыған Талғат деген досының Марат деген ағасына Германияның Гамбург қаласының тұрғыны, үлкен компанияның президенті Туре фон Валь деген неміс азаматы Қазақстанға инвестиция құюды мақсат етіп келген. Біраз уақыт бұрын екі қазақ оны сазға отырғызып алдап кетіпті. Сонда да қазақ жеріне инвестиция салса мақсаты орындалатына сенген Туре фон Валь мырза үлкен үмітпен қайта оралған беті екен. Еш нәрседе жайдан жай болмайтынын Исламбек білетін. Сол неміспен танысқан кезінде Исламбек 30-ға енді келген, кәсібін жаңадан көтеріп келе жатқан жас жігіт. Туре фон Валь мырза болса ата-бабасынан ақсүйек, елінде мұнаймен айналысқан ауқатты орта жастағы азамат болатын. Аузы күйген үріпшеді дегендей қазақтың баласымен танысқан соң оның ата тегі, туған жері, оқыған орындары жайында сұрастырып зерттеп алды. Исламбектің көңіл түкпіріндегі жанармай құю бекетін ашам деген үлкен арманы бар еді. Мына кісімен танысқан сәтінде сол арманына бір табан жақындағандай сезінді. Туре фон Валь мырза қазақ баласымен кеңесе келе екі жаққа да тиімді үлкен жобаны қолдамақ болады. Содан енді қателеспейтініне көзі жеткенше Исламбекпен 6 ай келіссөз жүргізген. Ақтөбе, Алматы, Мәскеу, Гамбург қалаларында қайта-қайта кездесіп жүріп, екеуі ақыры бір шешімге де келді. Бұл уақытта жол шығыны, басқа шығындары бар, солардың өтеу үшін әркімнен қарыз алған, сабылған жас жігіт бұл кезде әбден шаршаған. Бір Алладан сабыр сұрап, төзімі теңгедей болғанда, жарты жылдан кейін ғана екі жақ келісім шартқа отырды. 50-50% табыспен қазақ-неміс компаниясын құрады. Исламбек басындағы үйін кепілге қойып, тағы біраз жиған тергенін осы бизнеске салды. Өте сақ неміс азаматы. Ол аз деген. Енді басқа ештеңем жоқ деп ағынан жарылды шарасы жігіт. Онда өзіңнің 50% үлесіңді маған кепілге бересің. Сен өз қарызыңды қайтарғанша менде болады, деді. Шешінген судан тайынбас дегендей, сөйтіп Исламбек үлесін кепілге қойды. Бұл да аз, деген Туре фон Валь мырза. Енді қайтеміз, деді амалы құрған Исламбек. Өз жеке кепіліңді бер, деді Туре фон Валь. Бұл қазаққа өз басыңды кепілдікке тік дегенде естілді. Исламбек басын бәйгеге тігіпті дегенде естіген. Бірақ мұндайды өз басына келеді деп ойламаған. Ертең ел жұрт дүние табу үшін басын кепілдікке қойыпты деп жүрсе қайтеді. Ондайда әзірге қазақ топырағында естімеп еді. Шетелдің атыс шабыс киноларынан осындай сұмдықты көргені бар. Ол әлі біздің елге келе қоймаған. Қалай, деді көз алақандай болып серіктесіне қарап. Сенің жеке кепілдігің менің инвестициямның барлығы қайтарылып бергенше болады, деді салқынқанды еуропалық. Байғұс жас жігіт енді қайтсын, арманының жолына басын тігіп, Туре фон Вальдің дегеніне көнді. Сөйтіп шартының бәріне келіскен соң барып қана жұмыс басталған. Компанияға жақсы бір ат қою керек еді. Оны Исламбектің өзі іздестірді. Өзінің бизнесі болған соң еңбегінің дамуына ықпал ететіндей болуы керек. Кемені қалай атасаң солай жүзеді деген бар ғой. Соны ұстанып, тұтынушылар тез қабылдап, есінде оңай жатталатын болса деп ойлады. 10 ойланып, 9 толғанып, компаниясына Ақжол деген ат берді. Ол кезде Ақжол деген партия атымен жоқ. Исламбек өзі компаниясының атын жолым ақ болсын деген оймен осылай атаған болатын. Бұл атау тұтынушыларға да жақсы әсер етті. Шынында да Исламбектің алдында Ақжол ашылды. Исламбек Салжанов Ақжол Қазақстан-Германия бірлескен кәсіпорынның тең құрылтайшысы және директоры. Яғни Батыс Қазақстанда ЖКС желісін және терминалдың құрылысын жүргізу және оны іске асыру жобасының жетекшісі болып шыға келді. Туре фон Валь мырза Исламбек Төлебайұлына сеніп компанияға қомақты қаржы құя бастады. Соның нәтижесінде Ақтөбеде алғашқы жанар жағармай станциясы төбе көрсетті.
Станция іске қосылмас бұрын Исламбек Еуропа елдеріндегі жұмыс істеп тұрған станцияларды өз көзімен аралап көріп, ішкі ой жоспарларын дамытты. Алғашқы жанар-жағармай станциясын салынып болған соң, енді жарнамасын жасамақ ниетпен көңілі алып ұшып жергілікті телеарнаға барады. Жарнаманы Ақтөбедегі бірінші деп бастап айқайлатып тұрып бергісі келген. Редактор жігіт, жоқ, мына мәтінді бере алмаймыз демесі бар ма? Енеге, Исламбек аңдаң. Өздеріңді нөмірі бірінші дейтіндей кімсіңдер сендер? Исекеңнің басынан осындай ұсақ кедергілері, қиындықтар бастапқы кезде көп өтті. Бәрі танитын бренд болмаса да, жанармай станциялары еуропалық үлгіде салынған Ақтөбедегі бірінші нысан болатын. Бірақ әлгі жігіт айтқанынан қайтпай қойған. Кәсіпкердің өрікпеген көңілі су сепкендей басылып қалды. Телеарнадан тауы шағылып шыққан Исламбек ерегіскенде осыдан бірінші болмасақ па деп өз-өзіне тістеніп тұрып серт берді. Араға көп уақыт салмай, Ақжол бүкіл Батыс Қазақстан аймақтары бойынша мұнай өндіретін, сататын ірі компанияға айналған. Жаңа мыңжылдық, жаңа ғасырды басында Исламбек Салжановтың компаниясын Батыс Қазақстанның бәрі танып білді. Серіктесі Турио фон Валь мырза 1999 жылы бірінші траншта 50 мың ақш долларын аударды. Онда Ақтөбе элиталы пәтер 3 мың ақш доллары тұратын еді. Кәсіпкердің жолының ашылғанын осыдан ақ байқауға болмай ма? Екінші жолы 100 мың, кейіннен тағы 200 мың доллар аударды. Пайдалары бара-бара 1 миллион долларға да жеткен. Сөйтіп Исламбек долларлы миллионерге айналды. Қара Кемер ауылынан алғашқы шыққан долларлы миллионер. Ол бизнестегі алғашқы қадамына көмек қолын созған ауылдастарын қалайша ұмытсын. Барша ағайын туыстың жақсылығы 5 еселеп қайтып жатты. Жастайынан жетімдік көрген бауырлары да ағасы бардың жағасы бар деп ендігі тұрмыс қиындығынан біржолата шыққандай еді. Исламбек пен неміс серіктесінің табыстары көбею үстіне көбейе берген. Шетел инвесторларынан ондай ақша алу үшін инвесторлар үкіметі кепіл сұрайтын еді. Алайда германиялық серіктесі бұл ақшаны Исламбекке әншейін сеніп бере салмады. 2-3 сайын келіп тексеріп тұратын, қасында орыс тілін меңгерген неміс аудармашысы бар. Есеп алады, тынбай тексеріс жүргізеді. Осындай жолмен ғана біздің жігіт неміс серіктесінің сеніміне ие болды. Әбден сеніміне кірген соң, Исламбек тағы 2 жанармай бекетін салды. Артынша тағы 2-ін салды. Ақтөбеде жанармай құю бекеті бойынша өзі алдына қойған мақсатын орындап, бірінші компания атанды. Содан Оралға, артынша Атырауға жол салған. Бірте-бірте Қазақстанның батыс облыстарын жаулай бастады. Ақжол жанармай бекеттерінде кезек қашанда көп болатын. Себебі сапа мен нарыққа сәйкестік тұтынушылардың көңілінен әбден шыққан. Бұл жерлерде 300 адамнан астам жұмыс істеді. Филиалдары бар, кеңселері бар. Бәрі өзі армандағандай болып компания дүрілдеп тұрды. Әкімшілік назар аударып, кездесулерге облыстың әкімі шақыра бастады. Енді өркендеп салған ақшаларын қайтара бастағанда Астанадан Гелиос деген компанияның басшылары хабарласқан. Кездесу керек деген салғаннан дікілдеп. Олардың 100 шақты жанармай бекеттері бар. Маңғыстау мұнай-газ компаниясы, Павлодар мұнай айыру заводы да солардікі екен. Исламбекке, біздің күллі Қазақстанда жанармай бекетіміз бар, тек батыста жоқ екен. Батысты зерттедік, ең мықты компания сенікі екен, бизнесіңді бізге сат, деді. Сатпасаң ертең сенің бәсекелестеріңді сатып аламыз, сенде қиындық болады. Бізде мұнай кен орындары мен мұнай өңдеу заводы бар, деп мәдениетті түрде қыса бастады. Саған бізбен бәсекелес болуға қиын болады. Олардың күш қайратын байқаған Исламбек, жақсы ойланайын, серіктесіммен ақылдасам, деді. Исламбек дереу неміс серіктесіне хабарласып, жедел кездесуіміз керек деді. Турио фон Валь дереу ұшып келген. Бұл жағдайды баяндап шықты. Сөйтіп, не істейміз деген. Абзалы, қазір оларға сатып құтылайық, бас аман болсын, басқа бір кәсіппен айналысармыз, деді жағдайды жақсы білетін Исламбек. Серіктесі,
түсінем сені, өзің салдың бәрін. Жаңадан қызығын көрейін деп келе жатқанда, сатуға шешім қабылдауға саған оңай болмайды. Сатпасақ болашақта саған қиын болады. Сатып құтылайық ендеше деді. Туре фон Валь екеуі Гелиостың басшыларына барып саудаласты. Ешқандай тендер болмайды, ешкімге айтпайсыңдар. Бір бағаға келсеміз, сендер соған тоқтайсыңдар деп талап қойды анау жақ. Сөйтіп ортадан төмен бағамен сатып алды. Бұлар бұйырған ақшаны алды. Бір күнде Ақжол деген логотипті жұлып тастап, бүкіл батыс аймақтағы жанармай бекеттеріне Хелиос деген маңдайша ілінді. Жанар жағармай бекеттеріне ілінген Хелиос маңдайшасы қазақ бизнесіндегі әділетсіздіктің белгісіндей, түн баласы жарқырап, мен мұндалап тұратын. Басын бәйгеге тігіп, айналасқан кәсібі өзі адаспай, әлдебіреулердің араласуымен жолдан шығарылып, еңбегі еш болғанына іші удай ашыса да, Исламбек жасыған жоқ. Әкесінің Махамбет атаң асылдан болат ұл туса, жауырынынан етін алса да жамандарға жалынбас деген, намысыңды жықпа, бердім батамды деген сөзін еске алып, өмір жолының жаңа бетіне ұмтылды. Әке аманатына адалдық. Махамбет ақынның өлеңінде қызғыш құстың лашының тепкісінен, көлінен айырылатыны бар еді. Исламбекте алғашқы ірі кәсібі Ақжолынан айырылып, құсалықпен өтті ғой. Махамбеттің көп күні дегендей іші өрт боп жанды. Біраз уақыт тіршілігі түзу сызыққа тіреліп қалғандай әсерде жүрді. Медицинада түзу сызық адам жүрегінің тоқтағанының белгісін білдіреді. Намыстан жарла жаздаса да, сабыр төбі саралтын деген халық даналығын қалқан қылып, мұны да бір жазмыштың сынағы ретінде қабылдаған. Бас аман болса, бөрік табылады деген бар емес пе? Сол айтқандай, басы аманның малы түгел. Исламбек бар қайратын жиып, бизнес тіршілігінің Ақжолын тоқтаған жерден жалғастыруға бел буды. Алматыдан бастапқы экономика негіздерін бітіріп, Мәскеуде оқсам деген арман жетегінде жүрген 2003 жыл еді. Әкесіндей болып кеткен Туре фон Вальға: әзірге уақыт бар, мен кәсіпкерліктен білімімді жетілдіріп, Мәскеудегі МВА дипломын алайын, деді. Ана кісі: 2 дипломың бар, қайтесің тағы оқып, басыңды қатырып, одан да бірігіп кәсіп жасайық, деді. Исламбек өз бақытынан айнымай: жаспын, болашағым бар, оқығым келеді деп тыңдамады. Германиялық ағасы екеуі осы тұста түсініспей қалған. Исламбек алды-артына қарамай Мәскеуге тартты. Ресей Федерациясы үкіметінің жанындағы Халық шаруашылығы академиясының бизнес және іскерлік әкімшілік институтына маркетинг және сауда басқару мамандығы бойынша оқуға түсті. Менеджмент және бизнес саласындағы халықаралық біліктілігі классификация береді. МВА бұл халықаралық деңгейдегі элиталық дәреже. Сол себепті кәсіби ортада өзіңді мойындатуға біраз көмегі бар. Бизнес немесе компанияны басқару саласындағы жоғарғы сапалы білім береді. Басқарудың күрделі мәселелерін шешуде тәжірибелік дағдыларды қалыптастырады. Міне осындай ортада 2 жыл оқып, Исламбек өзі көздеген арманына жетті. Біліммен бірге үлкен тәжірибеде алып қайтты. Осы оқуды бітіріп, диплом алғанда Туре фон Валь Гамбургтан Атырауға ұшып келді қуанып. Мен сені бұрынғыдан да қатты құрметтеймін. Дұрыс болды мені тыңдамай оқып алғаның. Осы білімің болашаққа керек, деп мәз болды. Серіктестер ары қарай бірлескен жұмыстарын жалғастыратын болып келісті. Туре фон Валь бұл кезде мұнай сатумен айналысып жатыпты. Оның Германияда мұнайды өңдеп сатумен айналысатын бизнесі бар болатын. Осымен бірлесіп айналысайық деген ұсыныс айтты. Исламбектің бұл жөнінде тәжірибесі жоқ болатын. Ол үйрететін болды. Содан Исламбек тағы 1 ай Мәскеуде, 1 ай Лондонда, 1 ай Роттердамда халықаралық мұнай бизнесі бойынша оқып келіп, 2-3 ай Гамбургте тәжірибеден өтті. Бұрын компаниясының бас кеңсесі Ақтөбеде болатын. Енді соны Атырауға көшірді. Сондағы мұнай өңдейтін зауыттың директормен байланысып, шартқа отырды. Құрамында 20 компания бар екен. Салжанов 21-ші болып кірді. Алдымен 500 тонна мұнай сатып алған. Зауытқа апарып өңдетеді де, бензинге айналдырған соң шетелге жөнелтеді.
Бас кезінде 500 тоннадан бастады да, 2 жыл ішінде ай сайын 50 мың тоннаға дейін жеткізетін болды. Бірақ өкініштісі сол, алдынан тағы кедергілер шығып жұмыс істетпеген. Шешінген судан тайынбас, аяқтан шалған жауларына ендігі бойы үйреніп те қалғандай. Кедергілерді айналып өтіп, қалайда тоқтап қалмауды көздейді. Ресеймен шартқа отырып, мұнайды енді сол жаққа таси бастады. Ай сайын теміржол қатынасымен 30-50 мың тонна мұнайды Қазақстанға келіп, өңдетеді де экспортқа сатады. Ол кезде мұнайдың баррелі 150 ақш долларына шақ. Табысы жаман емес. Теңгемен өте үлкен мөлшерде мемлекетке салық төлеп отырды. Атырау қаласындағы ірі салық төлеушілердің қатарында болды. Өзіне түсіп жатқан заңды пайдасы да аз болған жоқ. Басқа да қиындықтар көп кездескен. Орынбасарлары келіп, бензин таситын цистерна жоқ деген. Сатып алыңдар. Алыс жақын елдерде мүлдем сатылымда жоқ. Исламбек Төлеубайұлы ойланып отырып қалды. Темір жол бойымен бензин таситын цистерналардың жетіспейтіні рас. Ресей жағы өз цистерналарымен әкеліп құйып кетеді де. Бұлар өңдеп өздері жағынан сатуға шығаратын өнімдерін таситын цистерна тапшы екені тағы рас. Зауыттан шықпаушы ма еді, ұмытпасам, бағасы 120 мың доллар тұратын еді ғой. Зауыттан шығады ғой, бірақ соны сатып алу үшін 1-2 жыл кезекте тұруымыз керек. Онда жалға алу керек. Сөйтіп Ресей, Украина, Прибалтика елдерін шарлап, ауадай қажет болып тұрған цистерналарды сатып алмақ тұрмақ жалға таба алмады. 2008 жылы осылай әбден қиналған. 2009 жылы әлемге америкалық ипотека дағдарысы келді. Мұнайдың бағасы 150 доллардан 30 долларға бірақ құлдырады. Цистернаның бағасы 120 мыңнан 40 мың ақш долларына түсті. Исламбек маған Алла мүмкіндік берді деді де, бар тапқанын жинап, вагон сатып алуға жұмсады. 3 жылда 3700 вагон сатып алған. 300 миллион ақш долларын тауып, Қазақстандағы 3-ші мұнай таситын үлкен компанияға айналды. Сөйтіп мұнайшыдан қосымша темір жолшыға айналып шыға келді. Өзінің мұнайын тасиды, оған қоса жұрттікін де тасиды. Темір жол компаниясы болып, бірнеше терминал салды. Сату бар, тасу бар, сақтау бар, өңдеу бар, өндіру бар. Үлкен компанияға айналды. Кәсібі жүре бастағаннан ақ, ұлым бірінші Алла деп жүр. Қаранан мен қаражайға қалсаң да біреудің затына көз салма, обал жасама. Мүмкіндігің болып жатса, халыққа жақсылық жаса деген әкесі Төлеубайдың аманатын орындап, жоқ-жітікке қайырымдылық жасауды бастаған. 100 доллар, 1000 доллар, 10 мың доллар, 100 мың доллар бөліп отырды қайырымдылыққа. Миллион доллардан асқан енді тарата бермей, қорашып, сол арқылы халыққа көмек берейін деп шешті. Содан бері үзбей қайырымдылық жасап келеді. Алтын қыран қайырымдылық қорын құрып, еңбеккерлерінің айлығын бергеннен кейін қалғанын қорға аударып, жыл сайынғы жүйелі түрде 1-3 миллион аралығында қайырымдылыққа ақша бөліп отырады. Қайырымдылыққа бөлінген мұндай қаражат тек Қазақстанда ғана емес, сонымен қатар ақшта да ірі қаражат болып саналады. Мұндай ақшаны жинастырып, ұшақ сатып алуға да, шетелден вилла сатып алуға да болады. Исламбектің бойындағы ерекше қасиеті біреуге қол ұшын беріп, көмектескеннен рахат табады. Қанша адамның қуанғанын көріп, өзі шаттанады. Мұқтаждарға көмектескенде қазақтың оң қолын бергенді, сол қолын білмесін дегенді ұстанады. Уақытының 50% қоғамдық жұмысқа кетеді. Алтын қыран қоғамдық қоры жүйелі түрде қазақ тілін дамытуға, Ақтөбеде балабақша, мұражай салуға, зиялы қауым мен жетім жесірге көмектесуге жұмсалып жатты. Кітап жан азығы. Жомарт бала кезден кітап оқуға машықтанған. Жасөспірім кезінде кеш батса да кітаптың қызығынан бас ала алмай, майшамның жарығымен оқуға көшетін Жомарттың басынан талай қызықтар өткен. Анасынан тығылып ғашықтар жырын оқимын деп таяқта жеді емес пе? Дегенмен анасы мен Асылбек ағасын, іні қарындастарын кітаптың қызығына кіргізіп, кітап құмар еткенде өзі. Студент болғанда да кеш батқанша кітапханадан шықпай кітап оқитын. Бара-бара талғаммен оқитын болды. Әсіресе бизнес, жетістікке жеткізетін құрал ретіндегі кітаптарды.
экономика, бухгалтерия жайлы кітаптарды қаузады. Көркем әдебиеті бар, бәрін санағанда жылына 100 кітапты оқып тастайды екен. Ол әсіресе поэзияны ұнататын. Жүрек қылын шертетін әсем тұнық поэзия кірленген жан сарайын самал желдей бір соғып өткенде лезде тазалап шығатын сияқты. Жомарт әсіресе Азамат Тасқара ақынның өлеңдерін сүйіп оқиды. Құлын жастан еру болып көшкемен, құтпан айғыр үйірінде өскенем. Ұшып бара жатқандағы тырнаға, әкем анау ат үстінен қош деген. Деп басталатын әке өлеңін оқығанда өзінің қызығын көре алмай арманда кеткен әкесі ойына оралады. Бұл ақынның өлеңдер жинағы ең алғаш 2014 жылы қолына түскен. Кітапты ашқанда алтын қыран сөзі көзіне түсіп, интернеттен ақтарып қарағанда кітаптың алтын қыран қорының демеушілігімен шыққанын біледі. Енді міне сол алтын қыранның негізін қалаған адам жақын ағасына айналып, жақсы араласып кетті. Исламбек ағасымен жақын танысқалы, Жомарт енді бизнесін дамытуға 2 есе ынтамен кірісіп жүр. Байыған кезде бұл да қайырымдылықпен айналысып, ең алдымен елдің рухани өсуіне бір тамшы болса да үлесін тигізгісі келеді. Осы ойын ағасына айтқанда ол кісі ризашылықпен мұны қолдап. Қазіргі нарық заманында бір тек экономикалық дамуды ғана ойламауымыз керек. Қазақтың руханияты да қоса дамуы керек. Руханияттың дамуы ол әдебиеттің дамуы. Біздің әдебиетке қосқан әрбір үлесіміздің ел болашағының дамуына зор әсері болады деген. Аға, сіз бір кездері 7 кітапты шығартып беріпсіз. Иә, ондай да болды. Ол 7 жинақтың авторлары бір талант иесі болатын. Бүгінде аттары танымал қаламгерлерге айналып отыр. Шығармаларын оқып жүрем. Мен сізге қызық айтайын, сол 7 жинақ авторларының арасынан өзімнің сүйікті ақынымды таптым ғой. Оның тамаша екен, бірақ менің пайымдауымша олардың ешқайсысы да осал емес, деп күлді Исламбек Төлеубайұлы. Дұрыс айтасыз, деп келісті Жомарт. Авторлар сізге әбден риза болған шығар. Авторларды білмедім, өзім сол жобадан зор қуанышты сезінгенім есімде. Қазақ әдебиеті қоржынына бір дегеннен 7 асыл қазына салынғаны рас еді. Ол авторлардың бәрінде Жомарт кітапханадан алып оқыды. Кітап авторларының ішінде Әлия Дәулетбаева, Жанар Әбсадық, Қуаныш Медеубаев сияқты кітаптарын алғаш шығарып отырған ақындар бар болатын. Аттары алашқа танымал Бейбіт Сарыбай, Азамат Тасқараұлы сынды қуатты қалам иелерінің оқырмандары үшін орны бір бөлек. Журналист, публицист Думан Анаш пен белгілі карикатурашы, бірнеше халықаралық конкурстардың жеңімпазы Ғалым Смағұлұлының кітаптары да ерекше, әрқайсысы бір қазына. Жомарт Исламбек ағасының заңғар жазушы Әбдіжамыл Нұрпейісовтің де кітаптарын аударып, Америка, Франция және Швеция елдері оқырмандарына қауыштырғанын біледі. Еліміздің рухани саласына үздіксіз қолдау білдірген осындай алтын жүрегі үшін құрметі арта түседі. Басқа да зиялы қауым өкілдері академиктерге көмек қолын созғаны тағы жасырын емес. Ондайда қорға бөлінген 2-3 миллион доллар түкке жетпей қалады. Кезінде өз бизнесіне қиянат жасап, берсең қолыңнан, бермесе жолыңнан деп әлімжеттік көрсетіп тартып алған зорлықшыл күштердің тамырына әйтеуір балта шабылар, түбінде әділдік жеңеді деп жүретін Исламбек Төлеубайұлының ішкі қарсылығы жыл өткен сайын ұлғаймаса азайған жоқ. Себебі жемқорлық жойылмай, ақ адал кәсіпкерліктің жолы ашылмақ емес. Үкімет бюджетіне қомақты салық төлеп, елдің көркеюіне тікелей ықпал етіп отырған кәсіпкерлер қашанға дейін құлагерді мерт қылған батыраштардың құрбанына айнала бермек. Осындай оймен Исламбек Төлеубайұлы әділдік жолы деген республикалық қоғамдық бірлестікті құрып, Қазақстан бойынша 17 филиалын ашып, елімізде жемқорлыққа қарсы күрес бастайды. Сонымен қатар Исламбек Төлеубайұлы заңның үстем болуымен мемлекеттің әділ болғанын қалап тірлік жасады. Жемқорлықты жеңбей Қазақстан дамымайды деп Исламбек Төлеубайұлы халық үні деген жобаның дүниеге келуіне бастамашы болды.
Айман Омар сынды білікті адвокат заңгермен елдің шешілмеген мәселесін шешуге атсалыса бастады. Әділдікті көксеп, жемқорлардың әрекетіне осылайша заң аясында тойтарыс беруді қолға алды. Аға, алғаш Алматыдан өз дүкенімді ашқанда менде ұсақ түйек рекеттерден көрмегенім жоқ еді. Солармен бірде ымыраға келіп, бірде алысып жүріп, кәсібім көп кедергіге ұшырады. Кейін кәсіпкерлер құқығын қорғайтын атамекен бірлестігіне кіріп, өз-өзімді заң шеңберінде қорғауды үйреніп, күресті тоқтатпадым. Бірақ аға, осындай аяқтан шалушылар дамуға тежеу болатыны рас, деп ағынан жарылды Жомарт. Өз басынан қиянаттың небір зоры өткен Исламбек оны арқасынан қағып, жымиды да қойды. 7 жыл бұрын Қазақстанда Атамекен кәсіпкерлер одағының құрылуына Исламбек Төлеубайұлы өз үлесін қосты. Сол жылдары Атамекен кәсіпкерлер одағының төралқа мүшесінің қатарында болып, кәсіпкерлердің дамуына үлкен қызмет жасады. Одан бірдеңе алмай, қайта өз тапқанын беріп, стартаптарға ақша бөліп, ел экономикасына нарықтық бәсекеге үйретті. Бұрын татарлар мен өзбектер, башқұрлар нарыққа бейімдеген ұғым қалыптасқан ғой. Енді сауда жасап, нарық көшіне ілесуді қазақтарға да үйренетін заман туды. Сол жолда жастармен көп кездесулер өткізіп, өз тәжірибесімен бөлісіп, барынша үлесін қосуға тырысты. Ауылдан шыққан миллионердің әлемдік компания құруы. Кәсіпкер көп болса, мемлекет мықты болады. Кәсіп жасап, бизнеспен айналысу арқылы адамзат баласы бай бола алады. Исламбек айтады, бизнесмен деген әлемді, қоғамды өзгертумен айналысатын адам. Ол елге жаңа, тың дүниелер әкелу арқылы көрініс береді. Бизнестің арманы ұшқыр, тынымсыз әрекет ететін адамдар ғана дамытады дейді. Исламбек Салжановтың компаниясы бүгінде 3 жаңа саланы дамытып жатыр. Біріншісі голландық технология, Қазақстанда жылыжай салу, қызанақ пен қиярды өсіріп, экспортқа сату. Павлодар мен Оралда жылыжай жұмысын бастады, басқа қалаларда салыну жоспарлануда. Екінші бағыт электр қуатын газдан, күннің шуағынан, желден, судан шығару, оны нарыққа сату және экспорттау. Жоспарында ірі тәуелсіз энергетикалық компания құруда бар. Үшінші бағыт Қазақстанда блокчейн технологиясын дамыту, халықаралық IT компаниясын құру, соны әлем нарығына шығару. Исламбек, Amazon, Google, Alibaba сынды үлкен компаниялардың бәрінің, бүкіл IT компанияларының тарихын оқып зерделеп шықты. Интернеттен осыншама пайда табуға болатынын айтса адам сенбейтіндей. Қалай бастап, қалай осындай дәрежеге жеткендерін толық оқып шыққаннан кейін Қазақстаннан да осындай IT компаниясын ашсам деген үлкен арман пайда болды. Қайтсем де сондай бір әлем танитын IT компания құрам деп шешті ол. Қай саладан ашуға болатынын зерттеп, біраз бақылау жүргізді. Компанияның негізі Қазақстанда қаланады ғой, бірақ интернет арқылы күллі әлемді қамтитын болады. Исламбек енді осы ойын жүзеге асыруға бел шешіп кірісті. Бұл тақырып Жомарт үшін де қызық болатын. Бүгінгі жаһандану заманында сандық технологиялар қарыштап дамып кетті ғой аға, деді ол бірде. Интернет желісі шыққалы бері әлемге әйгілі электронды сауда платформалары пайда болғаны рас. Amazon, Alibaba, Google желісінің негізін қалаушылары бүгінге дейін Forbes тізімінен түскен емес. OS Social агенттігінің мәліметінше 2018 жылдың соңында 4,39 миллиард адамның интернет қолданатыны анықталған. Сәйкесінше онлайн сауда көлемі де артқан. Осы сегменттегі қазақстандықтардың үлесіне келетін болсақ, соңғы жылдың ішінде 2,5 миллион адам интернет арқылы сауда жасаған екен. Интернет сауда желісінің егерлері көбінесе шетелдіктер болғандықтан, біздің тұтынушылар онлайн сауда жасайды, бірақ ел бюджетіне одан пайда жоқ қой, деді ойланып. Сол үшін отандық электронды сауда платформаларының дамығаны елге пайдалы. Осыны ойдан шығармауымыз керек, деді Исламбек ағасы. Осы Жомарттың болашағынан зор үміт күтетін, жастығына қарамай алысты болжайтын қасиеті оны басқалардан дара етіп тұратын еді. Сондықтан ешкімге айтпаған сырын ақтарып. Биржа дегенді жақсы білесің, Жомарт. Алла бұйырса, америкалық биржаны жоспарлайық.
алтын қыран әлі әлем танитын компания болады. Ең бастысы жүрегіміз ел деп соқсын. Елін жанындай сүйетін үлкен кәсіпкерлер саны артқан сайын қарапайым Қазақстанда жағдайы жақсара түседі. Иә, біз ауылдан шыққан миллионерлерміз, бірақ заман ағымына сай әлемге әйгілі компания құруды жоспарлауымыз керек. Жомарттың кенет көзі ашылғандай елең ете қалды. Мен сөзіңізге қосылам аға. Ең бастысы заман ағымынан қалмауымыз керек. Джек Мадан неміз кем? Қазір Қазақстандағы атақты компаниялардың егерлерінің бәрі шетелден келген. Олар әр қазақ менің бауырым деп қазаққа жаны аши қоймас. Егер ірі кәсіпкерлік атауы өзімізде дамыса, кешікпей-ақ Сингапур, Малайзия, Араб әмірліктері сияқты дамып шыға келеміз. Жомарттың жалынды сөзін тыңдап отырып, Исламбек Төлеубайұлы басын изеп, жылы жымиып қойды. Елім дегенде жанып кететін Жомарт сынды жастар тұрғанда, ел болашағына алаңдамауға болатынын түсінді де іштей қуанды. Жемқорлықтан батпаққа батып жатқан елін ертең өгіздей өрге сүйреп алып шығатын осы Жомарт болып жүрмесін. Осындай оймен Исламбек ағасы інішегіне сүйсіне көз тастап, лайым жолың ашық болсын деді. Жомарт, сен білесің бе, деді сосын. Жүсіпбек Аймауытов ағамыздың өткен ғасырдың басында жазған «Ұлтты сүю» деген керемет мақаласы бар. Сонда оқығандар бұл уақыт жан тыныштық іздейтін, қызық қуатын уақыт емес, қызмет қылатын, еңбек сіңіретін уақыт. Ойланыңыздар, халық біз үшін емес, біз халық үшін туғанбыз. Олай болса, мойнымызда халықтың зор борышы, ауыр жүгі жатыр, деп күйініп жазған еді. Қазір сенің сөзіңді тыңдап отырып, қайраткер ағаларымыздың үміті ақталғанына көзім жеткендей болып отыр. Шынын айтсақ, сол кезде алаш қайраткерлері көтерген осы бір мәселе күні бүгінге дейін өзінің өзектілігін жойған жоқ. Сол кісі айтпақшы, бұл бір елден ерекшеленгендік емес, қазақ өз алдына ел болған тұста ер азамат есебінде ел мен жердің адалдығындағы қарапайым борышты сезінудің бір көрінісі болар, дұрысы. Біріңді қазақ, бірің дос, көрмесең істің бәрі бос, демеуші ме еді Хакім Абай. Қазір қазақты қазақ жау тұтатын, дұшпан көретін заман емес. Ел болып, еш жиюдың, ауызбіршілік танытып, абырой асырудың уақыты келді. Мен сендерге, жастарға сенемін, деді. Өздеріңізде ақыл кеңесін аямай, жөн көрсетіп, бағыт сілтейтін ағаларымыз тұрғанда біз несіне аянып қалайық, деп күлді Жомарт. Миллионер көздеген болашақ. Исламбек ағасымен болған кешегі әңгімеден Жомарт үлкен ой түйді. Ол өзін маңызды сұрақтар мазалағанда интернет желісінен гөрі кітапқа көп жүгінетін. Себебі интернет желісінен іздеген сұрақтарыңа шашыраңқы жауап табасың да, ал кітаптан жүйелі зерттелген сапалы мағлұматтарды табуға болады. Сол үшін ол өзінің үй кітапханасының арасынан іздеп жүріп, Рей Курцвейл деген автордың кітабын туырып алды. Жомарттың кітапханасында бұл жаңашыл өнертапқыш автордың 5 бестселлер кітабы бар болатын. Кейбіреуі ағылшын тілінен аударылмаған. Сол кешегі ағасы екеуі әңгіме өзегі қылған Amazon сауда желісінен сатып алған болатын. Аудармасы болмаған соң түпнұсқадан оқыды. Басында қиын теме деп еді, тілі жеңіл әрі түсінікті жазылған екен. Сіңіруге оңай болды. Бұл кісі бәріміз білетін Google-дің техникалық директоры болған адам, көптеген жаңадан шыққан технологиялар жоспарлаған, әуел бастан басы қасында болған еді. Рей ағай болжаған көп нәрсені біз бүгінде қолданып жүрміз. Алғашқы планшеттік CCD сканерден бастап, көзі көрмейтіндерге арналған алғашқы сөйлейтін ақпараттың жасалуына тікелей түрткі болған. Осы кезге дейін Google компаниясында жасанды интеллекті дамытумен айналысып келе жатыр. Бұйырса 2099 жылы жасанды интеллект адам баласының қажетіне толық жарайды дегенді айтып жүр. Рей Курцвейлді Жомарт өте ақылды адам санайтын. Оның болашаққа арналған болжамдары Нострадамустан бірде кем емес, тек дәлелмен дәйекке сүйеніп жасалған. Жомарттың өзі адамзат тарихындағы ең бір шешуші кезеңде өмір сүріп жатқанымызды жақсы түсінетін. Соған адамзаттың ең үздік өнертапқыштарымен бірге өзіндік үлесін қосқысы келетіні тағы бар.
Рей ағайдың кітабын ашқан Жомарт тағы да оның айтқан болжамдарына бір көз жүгіртіп шығып, айтқандарының көбінің бұлжымай орындалғанына таңғалып, басын шайқады. Жалпы Рей ағайдың кітабын ашқан сайын Жомарт таңдай қағудан шаршамайтын. 90-шы жылдары Рей ағай компьютер шахмат ойыны бір күні мен деген әлем чемпионының өзін жеңіп кетеді деп болжам жасады. Компьютер дами келе, айтқаны айдай келіп, 1997 жылы Deeply AVM шахматтан әлем чемпионы Гарри Каспаровтың өзін жеңіп кетті. Жеке компьютерлер 2013 жылға қарай интернетке сымсыз қосылып, сұрақтарға жауап бере алады деп болжаған. Айтқаны рас болып шығып, ендігі оғанда көзіміз жетті. 2010 жылы жай аударма былай тұрсын, виртуалды дыбыстық аудармаларға көз жеткіземіз деп еді. Расында да қазір компьютердің дегеннен қалаған тіліңе аударып береді, және қалай дыбысталатынын да қайталап айта алады. Осындай сандық технологиялық мүмкіндіктердің кең қанат жайғаны сонша, адамдар оны өз игілігіне жұмыс жасата бастағаны рас. Қазіргі кезде көшеде жүрген Яндекс таксилерді біз қол телефонымыздағы мобильді қосымша арқылы шақыра саламыз. Жол көрсетуші навигатор арқылы діттеген жеріңе адаспай жеткізіп салады. Бірақ Жомарттың іші ашитыны бір нәрсе. Сол Яндекс әкелген игілік қазақтікі емес, Ресейден басқарылып отырған жеке кәсіпкердің бизнесі. Сондай дүниені қазақ жігіті де жасай алушы еді. Ал қазір бұл қызметті пайдаланып жүрген қазақстандықтардың ақшасы да шетке кетіп жатыр деген сөз. Сондықтан бизнесте электронды ресурстарды мейлінше пайдалана бастау керек деген Исламбек ағасының сөзі Жомарттың көкейіне әбден қонған. Жомарт соңғы кезде Исламбек ағасын өзіне тұлға тұтып алды. Бала кездегі өмірлері де, жас кездерінде қойған мақсаттары да ұқсас. 6 баласы бар отбасының тірлігімен айналысып, әрі ауыл шаруашылығы жұмысы бар, күні-түні тыным көрмей, ақыры денсаулығы сыр беріп, ерте дүниеден озған Теңке ананың сапқоз қойының артынан салпақтаймын деп кеудесіне суық тигізіп қайтыс болған мұның әкесі Жолдыбаймен. Тағдырлары өте ұқсас екеніне қайран. Ер адамға 6 баламен жалғыз қалу қалай оңай болсын. Жомарттың анасы жібекте жастай жалғызымен үй күйсіз қаңғырып қалды емес пе? Осындай қиындықты бастан кешірген екі қазақ отбасынан қос миллионер шығып отыр. Өмірдің өзі құрыштай қайнатып, болашаққа құлшындырып, жігер берген басқа да қазақтың қара домалақтары қаншама. Олар ел аман, жұрт тыныш болса, асқар арман, зор мақсаттарының арқасында суырылып шыққан және шыға береді де. Осының бәрін ой елегінен өткізіп отырған Жомарт Исламбек ағасын жақын тартпағанда қайтсын. Оның үстіне ағасының алға мақсат қоюы, Рей ағай сияқты бизнестің болашағын дәл болжауы Жомарттың оған деген құрметін арттыра түскен. Жомартта соңғы кезде Исламбек ағасы сияқты кешкі сағат 10:30-да ұйқыға жатып, таңғы 4:30-да оянып жүр. Бұл жұмыс күніңде аса өнімді етеді екен. Барлық шаруасы тындырылып, жоспарланған жұмысы ойдағыдай шығады. Исламбек ағасынан үйренген тағы бір керек нәрсесі. Бар шаруаңды алдын ала жоспарлап алып, іске асыру. Өмірінде қаншама бизнес жобаларды жасап жүзеге асырғанын тізе бергесең, соңына жете алмайсың. Жомарттың өзі сияқты талапты жастарға стартап жасауға көмектескені қаншама. Қазақтың кәсіпке икемі жоқ деген қоғам санасына сіңіп қалған түсінікке Жомарттың өзі түбегейлі қарсы. Көзін малмен ашқан халық екеніміз рас. Жолдыбай әкесі де мал баққан, бірақ сол малды бағу үшін де таң бозынан тұрып, күн ұясына қонғанша тыным таппауын керек емес пе? Қазақтың қанында о бастан бизнес жасау деген болмағаны рас. Мал шаруашылығының мол несібесін көріп, сап табиғатта жаз жайлауына, қыс қыстауына көшіп қонып жүрген. Тағы бір артықшылығы 7 атаға дейін қыз алмай, қан тазалығын сақтаған. Демек қаны таза қазақтың ми мүмкіндігінің де жақсы болғаны ғой. Жаңа заман талаптарына сай кәсіпті жасауда, тіл үйренуде игере алады. Қазіргі заманауи білімді меңгерсе, басқа ұлттардан да көбінен артықшылығы басым, білімі кәміл болса, қазіргі қазақ кәсіпке тез икемделіп кетеді. Жомарт бұған кәміл сенеді.